Қазіргі нарық жағдайында қаржылық қауіпсіздік деген әрбір адамды толғандыратын мәселе. Өйткені егер сіз жұмысқа жарамсыз болып қалсаңыз, немесе жұмыстан қысқарып қалсаңыз, сондай жағдайда сіз қиын жағдайда қаласыз. Яғни айтқанда күнкөрістік жаңағы табыс көзінен айырыласыз. Ал егер де сіз қаржылық қауіпсіздік белдігін жасап алсаңыз, ол зейнетақы сияқты сізге тұрақты түрде табыс түсіріп тұрады. Яғни айтқанда күнкөрісіңізге жететін тұрақты табыс табатын табыс көзі. Қаржылық қауіпсіздік дегеніміз сол. Соны жасап алсаңыз, сіз жұмыс істейсіз бе, істемейсіз бе, жұмыстан қысқарып қаласыз ба, бәрібір сіз өзіңізді қауіпсіз сезініп жүресіз. Өйткені сіздің тұрақты табыс көзіңіз бар. Зейнетақы сияқты, кәдімгі мемлекет тарапынан кепілдендірілген зейнетақы сияқты. Осындай қаржылық қауіпсіздік белдігін жасап алуға бола ма? Қалай жасауға болады? Бұл сұраққа жаңағы жасап алуға болады деп жауап беруге болады. Өйткені осындай жаңа қаржылық қауіпсіздік белдігін жасап алып, қалған өмірін уайым қайғысыз өзіне ұнайтын шаруаларды жасап жүретін адамдар әлемде көп. Біздің елімізде өкінішке орай ондайлар көп кездесе қоймайды. Өйткені біздің елімізде енді ғана мемлекет болып нарыққа көше бастаған. Біздің елімізде ондай жаңағы қаржылық қауіпсіздік белдігін жасауға қажетті табыс көздері оншалықты көп емес, депозиттен басқа. Ал енді шетелдерде ондай табыс көздері бар. Мен сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған Vista есепшоты депозиті жылына 20% өсім әкеледі валютамен. Сол осы депозитті пайдалана отырып, кез келген адам 5 жылдың ішінде өзіне қаржылық қауіпсіздік белдігін жасап алуға болады. 5 жылдың ішінде сіз күнкөрісіңізге жететін мөлшерде жаңағы табыс көзін, тұрақты табыс көзін жасауыңызға болады. Қалай жасауға болады, мен сіздерге көрсетейін. Мынау Игорь Малахов деген ресейлік программистің осы Vista есепшотына арнап жасаған калькулятор. Мына бірінші бетте мына көп кнопкалар тұр, әртүрлі жаңағы тақырыптарға байланысты соны басып, сол Vista есепшотын пайдаланып, қандай игіліктер табуға болады, соны есептеп шығаруға болады. Мына жерде біз пенсионный накопление деген бар, сол кнопканы басамыз. Мынадай бет ашылды. Мен бәрін де есептеп алдынан есептеп қойғанмын. Өткен жолы міне біз мысалы вложение теңге теңге дейді, теңгеменен 700 000 теңге салсақ, Vista есепшотына 700 000 теңге салсақ, және ай сайын 10 000 теңге мөлшерінде ақша салып отырсақ, осы есепшотқа 5 жылдың ішінде біз өзімізге қаржылық қауіпсіздік белдігін жасап алуымызға болады екен. Қанша ақша табамыз қазір көрейік. Мына астында есептеп қойған мінекей. 36 айда 3 жылдың ішінде әлгі 700 000 теңге ақшамыз біздің салған, айына 10 000 теңге салып отырғанда 69 051 теңге ай сайын табыс түсіріп тұрады екен. 69 000. Бұл қазіргі орташа зейнетақы, пенсия, орташа пенсия деп айтуға болады. Ал енді 5 жылдың ішінде 60 айда 151 184 теңге ақша түсіреді екен. Осы 700 000 теңге ақшамыз. Ай сайын 10 000 теңге салып отырсақ, 5 жылдан кейін біз айына 151 000 теңге ақша алып отырады екенбіз. Осы есепшоттан, осы депозиттен. 150 000 теңге ақша деген қазір біздің еліміздегі орташа жалақы мөлшері. 150 000 ақшаға өмір сүруге болады. Яғни айтқанда сіз 5 жыл өзіңіздің жұмысыңызды онсыз да істейсіз, сөйтіп 700 000 теңге ақшаңызды салып қойып, ай сайын 10 000 теңге салып отырсаңыз, 10 000 теңге деген оншалықты көп ақша емес. Егер 20 000 теңге салып отырсаңыз, одан да көбейеді. 10 000 теңге салып отырсаңыз, осындай 150 000 теңге, 151 000 теңге ақша табуға қол жеткізеді екенсіз 5 жылдан кейін. Ал егер мына жерге біз 20 000 теңге деп қойсақ, қандай болады екен? Қазір есептеп көрейік. Міне 20 000 теңге деп қойдық. Енді осы қанша ақша түсіреді? Мінекей. 3 жылдың ішінде 88 000 теңге ақша түсіреді екен. Осы 20 000 теңге салып отырсақ. Ал
5 жылдың ішінде 201 мың теңге табыс табады екенбіз. 201 мың теңге сіздің зейнетақыңыз болса, ай сайын алып тұратын, сіздің жасыңыз қазір 35-те болса, 40 жасыңызда сіз пенсияға шығуыңызға болады. Жұмысты бәрін тастап, айына 200 мың теңге табыс тұрады, мынау депозит. Содан кейін көңіліңіз қалаған іспен айналысып, басқа да шаруалармен айналысып жүргеніңізге болады. Әрине, 40 жастағы адам, жас адам, жұмысты тастап, үйінде шалқасынан түсіп жатуына болмайды әрине. Өйткені әрекетсіздік адамды жаңағы тез қартайтады, тез аурушаң қылады. Сондықтан да адам өмір сүру үшін еңбек ету керек. Бірақ сіз еңбек еткен кезде бұрынғыдай қорқып үрейленіп жүрмейсіз. Өйткені сіздің қосымша 200 мың теңге түсіріп тұратын табыс көзіңіз бар. Сіз жұмыстан айырылып қалсаңыз да, ауырып қалсаңыз да, оның бәріне қарамастан ай сайын сонша ақша түсіп тұратын табыс көзіңіз болғандықтан сіз қорықпай, үрейленбей, еркін өмір сүруіңізге болады. Және бұл қаржыны пайдаланып, сіз өзіңіздің тұрмыс жағдайыңызды одан да жақсы көтеріп, өзіңіздің армандаған нәрселеріңізді сатып алуыңызға, баспаналы болып, тұрмыс материалды жағдайын жақсартуыңызға толық мүмкіндігіңіз бар екен. Міне бұл Vista депозитінің бір пайдаланудың бір қыры ғана. Оны пайдаланудың әртүрлі қырлары бар. Оны пайдалануға болады. Мен өзім сәуір айынан бастап осы депозитті ашып жұмыс істеп келе жатырмын. Қазір енді ғана қыр-сырын меңгере бастадым. Бұл депозитті көп нәрселер үшін пайдалануға болады екен. Соның бір қыры осы зейнетақы, қаржылық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету, яғни айтқанда өзімізді зейнетақымен, мемлекеттік емес, өзіміз зейнетақымен қамтамасыз ету мәселесін шешу. Егер сізде бұл жаңа хабар, видео ұнаса, бір жаңағы пайдалы ақпарат алған болсаңыз, онда лайк басып, немесе пікір қалдыруыңызға болады. Қаржылық тәуелсіздік туралы, өзін-өзі жетілдіру туралы толық ақпаратты сіз осы видеоның астындағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп алуыңызға болады.